Сәлеметсіз бе? ECP кілтін ашу үшін ең бірінші eGovқа өзіміздің паролімізді, логинімізді теріп кіреміз. Сосын ECQ-ны қашықтан ашу деген оң жағында тұрады. Соны басып онлайн сұрау деген, яғни сарғылт түсті бояумен боялып тұрады. Соны ашып ары қарай өтеміз. Мұнда барлығы жазылған. Содан кейін заңды тұлға немесе жеке тұлға екеуін біреуін таңдайсыз. Иіңізді теріп, барлығы қосулы тұр және жеке куәлікпен куәландырамыз деп ECP кілтін алу дейсіз. Өз нөміріңізді қатесіз тересіз. Соған SMS келеді. Яғни сол SMS-ті жазу арқылы разрешить деп ары қарай сізді видеоға түсіреді. Яғни түр әлпетіңіз міндетті түрде керек. Камера қосылып тұрғанына көз жеткізу керек. Содан кейін түсіргеннен кейін, яғни оңға солға барын инструкциямен жасайсыз. Сізге осындай мен келісем деген келісім шарт береді. Соған көкті басып өтесіз. Содан кейін кілтті қайда сақтайсыз? Сақтау орнын таңдауыңыз керек. Барлығы дұрыс па, жоқ па бір қарап шығасыз. Емайліңізді теріп, содан кейін кілтті сақтау орнын таңдайсыз. Ол үшін мінекей көк кішкене сызықты басып таңдап, яғни компьютерді рабочий столға, яғни сонда белгілеп, жаңа пароліңізді енгізесіз. Ол парольді қайталап, сертификаттарды жүктеу дегенді басасыз. Мінекей жүктелді, ашылды. Рахмет.